Синхронды аударма, қазақша ілеспе аударма деген термин екеуі бірге қатар жүреді. Аудармалардың ішіндегі ең күрделі аударманың түрі. Біріншіден ол ауызша аударма түріне жатады. Ауызша аударманың өзі де бірнешеу. Оның ішінде парақтан аудару бар. Яғни сіз бір мәтінді көріп отырсаңыз, оны оқымай тұрып, бірден аудармасын бересіз. Бұл да синхрон ілеспеге жатады. Немесе көз алдыңызға елестетіңіз, үлкен форум болып жатыр. Сонда қатынасып отырған адамдар шетелдіктен қасында отырып, сыбырлап аударып отыратын аудармашылар болады. Бұл да шушуатаж, яғни сыбырлап аудару, бұл да синхрондық ілеспе аудармаға жатады. Себебі синхрондық аударма деген сөйлеп тұрған адамның сөзін тоқтамай қатар ілесіп аударып отыру. Оны аудару мүмкін ба деген сұрақ туады. Оның өзінің тәсілдері бар, әдістері бар, теориялық тұжырымдамалары бар. Тағы да енді ілеспе синхронды аударма бұл өте қазіргі біздің Қазақстанның даму кезеңіндегі өте өзекті мәселе деп айтар едім. Әсіресе өңірлерде өткізу семинарларда өзекті. Ілеспе аудармада, синхронды аудармада жұптасып жұмыс істейді. Себебі сіз түсінесіз, бұл өте миға да, дауысқа да, желкезектерге де барлық жағына күш түседі. Бұл білімің болуы, терминологияны білуі, тақырыпты жақсы білуі, былай тұрсын, өз тіліңізде еркін сөйлеу, немесе аударатын тілде еркін сөйлеу, былай тұрсын, онымен қатар сол айтылып тұрған сөзді мағынасын ауыстырмай, деңгейінде жеткізу. Сондықтан әрбір, бұл психологиялық жағынан мамандардың өзінің реттегені жұппен жұмыс істейді, және белгілі бір уақытпен 15 минуттан, 20 минуттан ауысып отырады. Ілеспе аударманың біріккен ұлттар ұйымы дайындаған шарттары да бар. Солардың бірі осы екі адам бір жұптасып жұмыс істеу. Мен ойлаймын, ілеспе аударма қазіргі қоғамда, біздің Қазақстан қоғамында өте зор сұранысқа ие. Себебі Қазақстан өзінің тәуелсіздігін алғаннан бері, басқа елдермен іргелес ынтымақтастыққа түскеннен бері, өзге тілдермен қатар осы қазақша орысша ілеспе аударма, синхрондық аударма қажеттігі туды. Сондықтан да бұрын үлкен қалаларда форумдар, жиналыстар, мәжілістер, кездесулер, келіссөздер өтіп жаратын болса, қазір өңірлік деңгейлерде осындай шаралар көптеп өткізіледі. Елімізде болып жатырған стратегиялық жұмыстарға байланысты, өңірлерде өндірістердің дамуларына байланысты ілеспе аудармаға сұраныстар бар. Ілеспе аудармашыға қойылатын талаптар өте жоғары деңгейде. Себебі сіздер көз алдыңызға елестетіңіз, үлкен халықаралық деңгейдегі ел басшыларының бас қосқан, немесе әлемдік және дәстүрлі басшыларының отырыстарында аударма жасау оңай жұмыс емес. Сондықтан да ол әлбетте тек қана жақсы сөйлей білу керек емес. Соның ілесіп аударып, сіз егер күнделікті өмірде өзіңіз тәжірибе жасап көрсеңіз, жай сөйлеп тұрған теледидардан адамның артынан қайталап сөйлеудің өзі оңай емес. Ал оны аударып беру, қойылатын талаптары өте зор. Оның талаптары бірнеше, екі тілді бірдей білу, немесе бір тілден бір тілге тез көшу деген ол бер жағы. Оның ар жағында көп, алдын ала тіпті айтушының сөйлеушінің сөйлемін аяқтамай тұрып, сол сөйлемді алдын ала болжап, дәл беру дегенде тәсілдері бар. Және оның теориялық тәсілдері көп. Бізге дейін де ілеспе аудармашылар жұмыс істеп келе жатыр, бізден кейін де жұмыс істей береді. Біз шәкірттерімізді қазір тәрбиелеп өзімізбен бірге алып жүрміз. Ширек ғасыр осы республикамыз өзінің тәуелсіздігіне ие болғаннан бері істеп келе жатырмын. Маман ретінде араб тілінің ілеспе аудармамен бастадым. Қазақша, орысша ілеспе аудармамен де айналысам. Мен көкірегімді кернейтін қуаныш, еліміздің сол тәуелсіздік алғаннан бері осындай еліміздің басқа елдермен іргелес болып дамып келе жатқаны, соның алдындағы үлкен жауапкершілік. Әр уақытта осы жұмыспен барынша жете жұмыс істеуге мені итермелейді. Және бұл енді осы ұзақ уақыт бойы ішкі менің рухани қажеттігіме айналды деп айта аламын. Қазақстанның
өмірінде болып жатқан маңызды халықаралық және әлем тілдері көшбасшыларының сессияларында, съездерінде және Астана экономикалық форумында және бүкіл әлемдік ислам экономикалық форумдарында, сосын енді айта берсе біраз бар. Соңғы аударғаным Астанада ашылған халықаралық қаржылық орталық МПЦА-ның ашылу деңгейінде, енді елімізде болып жатқан ірі оқиғалардың біразын аударып жүрмін. Мен осы Солтүстік Қазақстан облысына келген сапарым тіл басқармасының шақыртуына байланысты болып отыр. Расында да осындай мүмкіндік маған беріліп отқанына қуаныштымын. Себебі 25 жылдық тәжірибені осы семинар арқылы өзімізден кейінгілерге қалдыру. Ол үшін мен біраз тәжірибені іріктеуге, ішінен тек қана осы семинар өткеннен кейін оны әрі қарата жалғастыра, үйде жұмыс істеп жалғастыра алатындай дағдыларды беруге, соның жолдарын көрсетуге тырыстым. Және арасынан сондай адамдар шығады деген үміттемін, себебі қатысушылардың ішінен келіп сұрақтар да түсіп жатыр міне. Соның жолын көрсету, әдіс тәсілдер барлық салада бар ғой. Ілеспе аудармада да өзінің технологиялары бар. Қазіргі ақпараттық технологияларды қалай пайдалануға болады. Үйренем деген адамға мүмкіндік көп. Егер оның бойында өзінің тілге жақындығы, тіл байлығы және бір тілден бір тілге ауысу мүмкіндіктері жоғары болатын болса, жалпы тіл байлығы, білім аясы кең адам осындай ілеспе аудармасын жасауға, дағдыландыруға жолдар ашамыз біздер осындай семинарларда. Ең бастысы мен бұл семинармен шектеліп қана қалмай, сол көрсетілген үлгі бойынша өздері әрі қарата алып кетеді деген пікірдемін. Осы өңірден бір-екі ілеспе аудармасы шығып жатса, соған мен қуанышты боламын. Мен ойымша қазіргі заман білім заманы. Елбасы айтты ғой, білімді қоғам жасау керек деп. Расында да, мысалға, интернеттен тауып мені осылай шақыртып отыр. Ең алғаш рет осындай семинарларды өткізуге не мұрындық болды деп сұрасаңыз, мысалға, маған осыны бір компания айтты, тендерге қатысайын деп жатыр едім. 4 адамның ұсыныс жасап отырмын, 4 адамның үміткерлердің тізімін беріп, сізді қоссайын ба деді. Сол 4 адамның ішінен республика бойынша мен тендерден өтіп, осы семинарлар өткізу жолын бастадым. Қосарым, жариялық заманы қорықпау керек. Егер сіз маман болсаңыз, қай саладан болса да, батыл кірісу керек. Әрбір ұлт өзінің мәдениетін тіл арқылы бейнелейді. Сондықтан да ілеспе аудармашыларға қойылатын шарттардың бірі және бірегейі қазақ тілінің деңгейін, мәртебесін бекіту. Біз осы салада жұмыс істейміз, сөздіктер шығарып жатырмыз. Шығардық, экспоға арнап сөздік шығардық. Қазақ, орыс, араб тілдері бойынша саяси лексикалық сөздіктер жасадық. Енді бұл жанашыр, тіл жанашырларының алдындағы бір мақсаттарының бірі деп ойлаймын. Қай жағынан әрбір азамат өзінің саласы бойынша елімізді, қоғамымызды, тілімізді дамытады.